Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз 3 ғана главный ингредиенттен тұратын өте дәмді болып шығатын, сочный болып шығатын торт дайындаймыз. Ол үшін 6 жұмыртқамызды жарып салып, ыдысымызға үстінен құмшекерімізді қосып, массамыз 2 есе 3 есе көтерілгенше жұмыртқамыз әппақ болғанша жақсылап миксерлейміз. Менде примерно 10 минуттай кетті. 10 минуттай жақсылап миксерлеп, оңға 2 шай қасық разрыхлительді араластырып, оны массаны басып алмай, онда 3-4 бөлікке бөліп, жұмыртқаны астынан үстіне қарай жай ғана движениемен жақсылап араластырып аламыз. Массамыз басылып қалмау керек. Сонда әдемі көтеріледі. Осындай ыдысымызға астына сұйық май жағып жүреміз. Аз ғана, чуть-чуть ғана салып, одан кейін массамызды құйып, пешке 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Одан кейін 10 минут тағы да пештің ішіне қойып қоямыз. Өйткені массамыз суық ауаға шыққаннан кейін басылып қалмау қажет. Мен 3 бөлікке бөлдім, сіздер 2 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Пышақтың көмегімен бөліп аламыз. Енді қаймақты заварной крем дайындаймыз. Бір жұмыртқаға құмшекерімізді, ванилинді қосып, бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Ол араластырып алғаннан кейін қаймағымызды қосып, тағы да бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Бір келкі болғанша жақсылап араластырам. Одан кейін 3 ас қасық ұнымызды қосып, бір келкі болғанша, ешқандай комок болмауы керек. Комок болса кейін креміміз кремде де сондай комок болып қалады, сондықтан бір келкі болмай қалады. Одан кейін оны водяной ваннада менде бір 15-20 минуттай кетті. Ол сіздің қаймағыңызға байланысты. Қаймағыңыз егер 20% болса, онда 20 минуттай водяной ваннада ұстау керек, ал 25% болса 10 минуттай кетеді. Одан кейін пропитка жасаймыз. 100 грамм суға 50 грамм қант қосып жақсылап араластырамыз. Одан кейін бөлме температурасындағы сары майымызды алып, біз бұл кремді болғаннан кейін жарты сағаттай суытып, крем мен майымыз бір температурада болуы қажет. Ол өте маңызды. Одан кейін бір қасықтап салып, жақсылап майды да 2 есе көтерілген жақсылап миксерлеп аламыз. Одан кейін бір қасықтап заварной кремімізді қосып, жақсылап миксерлеп, бір келкі болғанша, бір келкі масса болғанша жақсылап миксерлейміз. Осындай өте әдемі, өте дәмді пломбир кремі шықты. Бұл крем мороженыйға ұқсайды, дәмі өте дәмді болып шығады. Енді тортымызды жинаймыз. Ол пропиткамызды коржға жағып, жақсылап, одан кейін кремімізді орналастырып, бірінен кейін бірін осылай видеодағыдай жинаймыз. Пропиткаға кішкене мен кислый дәм болсын деп лимонный кислота қосып жібердім. Чуть-чуть ғана. Сіздер онда ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады, немесе лимон шырын қоссаңыздар да болады. Өте дәмді, өте сочный болып шығады. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етіп қойсаңыздар, мен өте қуанып қаламын. Енді қалған креммен жан-жағын жағып шығамыз. Егер сізде шпатель болмаса, пышақтың көмегімен осылай істесеңіз, бір келкіп қылып істесеңіз болады. Қалған кремге бір тамшы гелевый краситель қосып жіберіп, осындай гүлдер жасап, насадкамен жасасаңыздар болады.
Енді ол нені, тортты өзіңіздің қалауыңыз бойынша әрлей берсеңіз болады. Өте дәмді, өте сочный, өте қолжетімді осындай торт дайын болды. Барлықтарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Таңшолпан менің YouTube каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.